Так, енді қандай сұрақтарың бар енді? Сұрақтан сол форма ғана болып тұр ғой сұрақтан. Жігіттер, тынышталасыңдар ма? Жігіттер. Асеке, Сапеке, қойыңдаршы. Сонымен. Так, давай сауық басайық онда. Ага. Жаңа тағы бір көп шайын, жаңа сайтыңды аша сал өзіңнің. Қазір. Ой, өш қапты ғой. Ага. Міне. Осы? Осы жерде де шрифттер сол проблемаға қалды сол шрифтпен. Кән? Мына жерде. Мынау кішкене мына жерде тұру керек та, былай төберек ше. Сонынан шығарайын десем, мынау текст соның қасына жылжып төбеге шығып кетіп жатыр, сонымен осылай қалдырдым. Түсінікті, жоғары көтерші кән. Сен бірінші блокты менікін алдың ба, әлде өзінің бәрін нөлден жасап шықтың ба? Бірге жасаған еді қалдым, сіз жасағаныңыз бар ғой? Иә. Соған қаратып, соның бәрін былай жасадым. B2 контейнерін құрып, бөлек-бөлек. Жаңа әрқайсына уже не бөлек болды. Мысалы біреуін істеп болдым ба, осыны копировать етіп, мынағанда сон просто нелерін өзгертіп, маржиндарын өзгертіп, сөйтіп істедім. Жоғары көтерші, жоғары. Ой жақ па? Тағы жоғары, иә. Сөйтсемен себір. Себір. Так, екінші блок вроде нормально. Себір. Төртінші блоктың 30 тұптар дұрыс емес, не? Үшінші блоктың, то есть. Мыналар ма? Иә. Үстінде 30 тұп бар еді оның. 4 типичные ошибки. Текст надан ба? На жер? Жоқ, төбесінен, сол текстің төбесінен. Вроде сол неге қарап істегенде ме? Осындай, ол жерде де осындай сияқты ғой? Ол жерде де ондай емес сияқты еді. Дизайнды аша аласың ба? Қазір. Барлығы енді андай тура одағыдай шықпады енді. Әлі де осы мысалы мынау бірінші иконка қойып, астына мынау текст жазатыны бар ғой. Солар әлі де андай кішкене қиындау жатыр, өйткені иконканы кішкене былай жылжытайын десем, текстпен бірге жылжып кетіп жатыр сондай да. Солар біраз әлі не істеу керек. Наушникті алдың ба, Сәке? Наушникті алдың ба? Шыға дұршы. Жақсы. Не үшін? Көте берсе? Қайсы? Менікі шығар жеме. Шығара бер оны. Тоқташы. Давай шығара бер. Менікі наған қосылып тұрған аған. Мен өзіне нанды ала бердің, өшіресің, модельін өшіресің да отыраш. Ала бер, все. Кейін аласың ғой, ертең аласың ғой. Алло? Естіліп тұр ма? Иә, енді естілді. Все, қалай болды? Аса түсе бер кән.
Сондай отступтар сондай екен ғой, мен ойлаған едім отступтар бар шығар деп. Түсінікті. Жоғарысына мен жабысып қалған екен ғой өзі, итак тексті. Сондай. Все түсіндім. Сен сайтыңда шы енді. Бірақ мен мынандай істемедім. Мынандай. Сызық тұр ғой. Осы соны қандай сызықпен істейтін соны что-то түсінбей қойдым. Қан ашшы сайтында. Мен ондай қоймадым қазір. Міне. Менде ашина обычный не болып тұр. Енді мен саған айтып отырамын қазір. Кодыңды аш. Код. Міне. B2 деген B3 қой сенікі, анау үшінші блогың. Үшінші блок B3, B3-дің класын аш, CSS файлды. Астына түсе бер. Соны B3-дің, то есть ең астына жаза, то есть CSS-дің. B3-дің класы қайда айтпақшы, B3-дің класын таба сал, поискпен Ctrl-F. Ал? B3-дің класын тапшы. Қайда жазын B3-ді? B3-дің класы. Газ. B3-дің класы. Ашин класс B3 деп қойдың? Сол B3-ді соның класын тапсай енді, то есть CSS кодын тапсай. Болды, енді түсін. Ctrl-F деп табасың болады CSS. Міне. Сол жерге жазасын border top деп. Border. Тире топ. Тире топ. Ой. Бір пиксель, то есть 3 пиксель деш. 3 пиксель бос орын. Solid. Red ба? Red десау, я. Нема? Граница ретінде ма? Ctrl-S. Обнови. Неге Ctrl-F5 тошы? Оң жағын басып, код жасау. Код не үшін шықпай тұрған. Именно сол қызыл блоктың да. Анау таңдау деген элемент, то есть инструмент бар ғой, телефон, мобильный адаптацияны білесің ба? Ау? Elements деген сөзді көріп тұрсың ба? Elements деген сөзді. Иә, Соның сол жағында кнопка тұр. Ол емес, тағы сол жағында. Соны басасында, и потом қызылдың үстін басшы. Қызыл, жақ төмен, соны басасын. То есть, наоборот. Соны бас, я. Бұл шықты көрдің бе сразу? Сенде border bottom деген әлі жазылмаған. Border top деген. Жазылмаған. Сен яқтын сохранить еттің точно? Сохранить еттім. Нау сохранить етілмеген жер. Бұл яқтын сохранить еттім нәрсе жоқ. Екеуі бір нәрсе ма? Екеуі жаңағы домен істейшінде. Сен не деп отырсың ба, айпақшы? Open server деп отырсың ба қазір? Міне open server, қосылып тұр. Что-то қызық. Қазір амнат етіп көрейін. Style CSS 238 деген көріп тұрсың ба? Ол домдағы сол кодтың B3 кодының жанында тұрған. B3 кодының. Оң жақтағы CSS кодының жанында. Сол B3 деген қатарында Style CSS деген тұр. Көріп тұрсың ба? Нау ма? Соны басшы. 238 Style CSS де код жоқ деп тұр сенде. Что-то странно. Яқта жазылып тұр ғой, басын жазып көрейміз. Ctrl-F5 басып жатсың ба? Енді келді ғой. Баси, Ctrl-F5 енді бастың ғой. Вот соның түсін қоя саласың, андай түс болды, сонымен қойылады. Түсінікті ғой, Потом нені жасайық онда, оставьте заявку жоғары көтір, соны жасайық. Еді ма? Сол жерге блог аш жанына. B1-дің ішіне. Бағана де ма? Кодын да сабойым текстен.
b1'дің ішінде біз қандай контейнер болды, курс Контейнер. английского языка, b1 подарка деген болды. Иә. b1 подарка, b1 5 урок бар. Оның бәрі Контейнердің ішінде. контейнердің ішінде. Шапка деген, бір шапка. А жоқ, Сен в общем, мынау қате жазғансың ғой, уровеньдерді қате жазып тапсың ғой. Сен мынау менің кодымды алдың ба әлде өзің қолмен жазып шықтың ба бәрін? мынау бас жағы сіздің кодыңызға тиіспедім да мен. Вот ары қарай өзім жаздым мынадан бастап. Мына жерде 30-шы қатарды көріп тұрсың ба? 30, иә. Содан кейін сен ретін дұрыс қоймағансың ғой, одан кейін. Бәрі артқа қайту керек қой. Табуляцияны білесің ба? Shift Tab деп басадым. Ой деп айтуға болмайды. Мысалы iPhone 6 дегеннен бастап div соң 3-ші қатарға жинаңызшы. iPhone 6. Мынадан бастап па? 31, 32, 33 қатарлар жинағылшы, мышкамен. Тапты бас. Тағы бас. Ең теңесті көрдің ба? Астындағы div пен үстіңгі div. Енді сол қатармен тұрлап шығу керексің барлығын. Осылай ма, тағы жылыстаймын ба? Болды, дұрыс қой. Жоқ, қате кетіп қалдым. Назад па? Тура болу керек қой, несімен, ана деңгеймен. По идее, негізі дұрыс екен, по идее. Бұлай істейсің. Все, назадқа басал, я тұра берсін жарайды. Все, нормально. Неде, барлы бір линияда тұрсын деп атсыз ба сіз былай? Иә, сол кезде мен кодты түсіне аламын да, а то сен кодты түсінбей тұрмын қазір. Түсінікті. Бәрі дұрыс тұр ма қазір, или тағы тексеріп шығасың ба? Контейнер ашылып жабылған жер қай жер контейнердің? Контейнер мына ашылды, мына жабылды. Бірдей ма? Иә, бірдей. B1 ше? B1 мына ашылды. Жабылған мына бірдей. Сохранить ете сал болды. Енді B1 подарка ол полный жаңа подаркалары, сурет, iPhone 6, потом 5 урок деген сияқты. Соның жанына B1 подарканың жанына, то есть астына. Div ашасың. Ол ашына аша берейін ба? Бұл жерден емес, B1 подарка бітеді ғой. Қай жерде бітеді B1 подарка? Міне. Ол мына жерде бітеді екен. Значит, былай. B1 оставить заявку деген сияқты бір класс ашасың. Все, асан түсе бір. Так, енді бұл жерде не істейсің? Нені ашшы? Photoshop'та. Жоғары көтер. B1 оставить заявку деген бізде осы ақ прозрачный фон болады. Түсінікті ғой, осы. Бұл анау немен істемей ма? Форммен? Форммен жасалмайды жоқ. Мен сол форммен жасадым ғой. Өйткені басқан кезде кетеді ғой деп ше. Оны JavaScriptпен жасайтын боламыз енді. Өйткені бізге обновление жасау керек емес қой. Оставить заявкуды басқан кезде форум деген ол обновление жасайды да, страницаны обновить етіп, данныйлар тек қалып қалады. Ал бізде обновление қажет жоқ, сол себепті керек емес деп ойлап болады. Енді бізде ақ прозрачный фон жасай саламыз, одан кейін ішіне div жазаймыз какой-то. Ол div оставьте заявку на бесплатный урок с индивидуальным учебным планом деген сөз болады. Ол divтің ішінде бордері қара болады, бір пиксель болады, и ол да прозрачный ақ болады, бірақ прозрачный сәл қалыңдау болады, и оставьте заявку деген сөз спанға алынып үлкейтіп жазылады. Түсіндің ғой, иә? Түсін. Давай, сосын астында сосын бір не болады, div болады, какой-то, инпуттар деген ба, бір инпуттар деген div болады, оның ішінде 3 инпут болады, 4 инпут болады деген даже. Оставить заявку деген ол да инпут болады. И все, солай жасап көр, давай. Тез. Так, бірінші background береміз, иә? Жоқ, бірінші структурасын құрып алшы бірінші. Div, тек қана HTML кодтарды жазып. Так. Бірінші нау керек, div ашам, иә тағы? Дұрыс, иә. Так. Div класс, оставьте заявку дейсің. Давай онда былай істейік тоқта. Осын аша бер. B1 деп аша бер.
b1 иә сондай тире қойып b1-дан кейін бәрі бір структурамен жазылсын да. b1 оставьте заявку емес, b1 ос текст дей сал. Все. Так, енді былай істейік. b1 оставьте заявкуға ақ прозрачный фон берді, размер бер, with height бер, потом орнына қойып қой сол жерге. Так, подаркадан кейін істейне оны. Класс береміз. Ашамыз. Так, height берем. На жерінен бастап ашайын ба? Жоқ, сен қазір сыртында аққа беріп атсың ғой. Болды. Значит, надо. Так. Примерно 402-де 430 435 дей сал, болды. 435. Сен қазір істей бере, қазір келем. Оставить заявку. Так.
Wi-Fi істеді ма? То есть істеп алсың ба? Иә. Бірақ анау ненің мынаның несі цветі андай екен ғой. Өзгеріп кететін же былай. Жоқ, сен просто 00 FFF классында прозрачный қоса саласың и все. Болмаса былай істейші, анау фотошопты ашшы. Аха. Таңда выборканы таңда. То есть жоқ, ол емес, анау ең бірінші стрелканы таңдашы. Соны таңдап, нені үстін бас. Ақ прозрачный үстін бас. Соны слойын таңдап алды, тауып ал. Осы слой ма? Кәс. Слой 15 деген сол ма? Прямоугольник 2, иә? Соның үстін ол жағын бас. Сосын копировать атрибуты фигуры деген бар. Соны басшы. И CSS-ке бар. Кодқа. Ставить етші сол жерге, астына бір новый жерге. Осы? Прикольно. Бұл емес қой, сен бұдан оның алдында копировать еткесің ғой. Мына қараңыз. Мынаны алдым. Мынау келді. Жағын бас. Бастым. Копировать атрибуты фигуры, скопировать стиль слоя деген тұр ғой, жоғарыда бәсе. Мынау ма? Иә, сол. Бастым. Новый неге ашшы, жақшаға ашпа. Ставить етілмей жатыр ма? Тура осындай болып отыр. Все, оны қоя бер, жарайды. Өше сол. Ана просто не қыласау, ақ қыласау. Ақ ол FFF па? Все. Қатарын дұрыста, иә? Кодының қатары дұрыс емес. Болды, түсіндім. Былай ма? Ананы да солай істе. Бос орын қалмау керек вообще. Бос строка қалмау керек. Жоқ, ол жерде емес, анау 123, 128 қатарлар, 130 қатарлар. Былай ма? 127 қалып кетті. 127. Соның бәрі көзіңе көрініп тұру керек қой, соның 124, 25, 26-ны қатарын дұрыста. Мынау жаңа текст несін бердім, ана дивін бердім. Все, бірінші ана B1 оставить заявкуды реттеп орнына қойып алайық, прозрачный қылып. Так, сақтай сал. Все, көрейік. Андай болды. Иә, соны алда, оң жағын бас. Соған margin left бере сал. Ананы көріп тұрсың ба, неге B1 подарканы елемей тұрған? B1 подарка ол ешқандай нәрсеге бағынбайды, ол өзі да позициясы абсолютный болған соң ол жоқ сияқты көрініп тұр да, как не сияқты. Прозрачный бір нәрсе сияқты. Все, margin left 500 пиксель сал. Қайда қойдым? Тағы ұзарт. Төмен сүр, реттеп, тура дизайндағыдай қыл. F-ті прозрачный қыл, түсін. Так. Бұл қанша беру керек екен болған примерно? 50% беріп көр бірінші. Бір 650 деп көрек. Жоқ, көзбен бере сал примерно. Вроде ана дұрыс келген сияқты. Все, margin top ше. Margin top анау iPhone 6 пен бірдей. iPhone мен 50 пиксель, сразу 50 пиксель берді, үлкейтіп қолмен кішірете берсең. Әлі қолым кішкене үйренбей жүр. Так, мынау кішкене азайту керек онда. Үлкейту керек қайта. Немен, iPhone несімен бірдей болмау керек па? iPhone 6 подаркпен бірдей болу керек емес па? Қайта көрсетші, Wi-Fi, Photoshop. Иә, болды, түсін. Мен iPhone-мен істеп жатырмын. Примерно осылай. Прозрачный қылып. Үлкейт, прозрачный, үлкейте бер. Все, нормально.
Нормально. Şu копировать ставить сол. Жоқ, оны қоя сал, оны емес, ананы копировать, полный код копировать сол. Все, сақын сол. Все. И бэкграундқа да анау нені бере сол. Тура бір оставить заявкудың бэкграундын түсін анаған бере сол, я. Сәл прозрачный болады. Все. Енді margin 0 авто деп осыған, чтобы ортасына тұру үшін тестес. Margin left дейсіз ба? Margin 0 авто. Болды сын. Border'де. Border. Bir piksel. Жоқ, жұқа сияқты болуы. Bir piksel solid. Қара түстің кодын жазасау. Ол нема 000 ма? Бұлай ма? Все, көр енді. Мынандай болды. Ананың түсін көр, қара емес, по-моему, ананың несі, бордер. Сосын төбесіне қанша пиксель отстып тұрған көріп. Серый. Жеті пиксель. Ана түсін алып алсақ, серый пипеткамен. Так. Padding топ. Margin топ болады. Padding топ болмайды. Padding топ оставить заявкаға padding топ берсең болады сөйтіп. Все өзі внутренний отступ болып жүреді. 7 пиксель. Бэкграундқа бордерге түсін қоя салып вставить етіп. Все. Margin топ неге істемеді? Сол padding болады ғой деймін. Өйткені анау ненің ішінде ғой, мынау общий блоктың ішінде ғой. Кәне оң жағын басшы кодтың. Соның. Кәне апаршы кәне. Неген үстіне жаңа? Div деген, div бұл бір OSText деген үстіне. Онда оставить заявку padding жасау, онда ананы өшіре сау. Кодтан өшіре сау, с обоим текстен. Соны копировать жасасың болды, соны вылез дейді олды, Ctrl-X-пен. Полный соға тарты. Padding деп жазылайын болсан? Бұны жазбайсың, оставить заявкаға жасасын. Копировать ете сал дейсіз ба? Жоқ, астында margin топты же, соны өшесінші жаман. Өшесінші полный. Өше сал болды. Енді анаған padding топ 7 пиксель дей сал. Соған ба? Соған, я. Все. Бірақ мынау енді 8 пиксель бересің болады екен. 8 пиксель бересің. Padding left істеу керек қой әлі. Неге padding left? Аяқта үлкендеу ғой деймін ойыр. Жоқ, просто ортасында тұр ғой, и все нормально. Болсын. Енді оставьте заявкуды не қыл, жаңағы. Текстін ба енді? Текстін алып, текстін қоя сал, я сес. Менде просто, наверное, копировать етілмейді ол. Түсінікті. Жарайды, инпуттарды істейік онда. Текстін қоя аласың ғой, я? Я оны істей аламын. Давай, инпут істейік онда. Мен енді бір түсірдім ғой енді, осын бұлай, мына жерден жазайын ба? Жоқ, қатармен жазасын. Қатармен жаза берейін ба? Иә. Div аш кәдімгі. Div, так. Бір input дер деген ба? Бір input дейсілайын ба? Input істесе көп жетірде. Input. Все. Осы жерге жазасау енді. 4 input аш. Үш input аш бірінші.
input точка Ой, D. То есть точка b1 input b1 тире input көбейтілген 3-те тап. Болмай ма не онда сөйтсе сол қоя сал онда. Input көбейтілген 3-ті ала сал да тапты баса сал. Все. Назад. Ctrl-Z. Input тек одинарный тек болады input. Так, енді оның ішіне текстін жазу керек, ваше имя. Қара. Өзі тектер екіге бөлінеді. Одинарный тек, сосын двойной тек деймін. Открывающий, закрывающий тек деген болар ғой. Иә, аха. Біз input негізі бір ғана тек болып саналады, ашып жабылмайды ол. Так что ананы өшіре сал. Соңғы input'та. То есть, анау, я өшіре салсам болады. Соның бәрін ваше имяға ашын. Аха, енді класстың ішіне, класстың жанына жаз. Кавычка ашылғаннан, жабылғаннан кейін, то есть. Былай ма? Аха. Жазып қой, placeholder де. Placeholder? Аха. Былай ма? Ваше имя. Осы жерге жазамыз. Аха. В деген үлкен әріппен жазсал. Все, потом name жаз. Placeholder'дан кейін. Аха. Name. Бұлар name'ді, бұл name жазып, name деп қойса онда. Name дейсің. Олар негізі бұлай қажет емес name деген, е? Негізі анаяқта қажет болады ертең данныйларды обрабатывать ететін кезде. Мына жерде input деген тег болып саналады, класс, placeholder, name дегендер олар атрибуттар болып саналады. Иә. Ал ана ішіндегі мәндері оның. Дәл осы сияқты Ctrl-D деп, Ctrl-D басшы. То есть Shift-D. Shift-D? Shift-D дейсіз ба? Иә, оң жақтағы Shift-D. Оң жақтағы. Болмай жатыр ма? Болмайды. Мен көрейінші қазір. Ctrl-Shift-D дейсің. Ctrl-Shift-D. Иә. Тағы бар. Енді ваше имя емес, ваш телефон ба қандай? Ваш email. Ваш email. И ваш телефон. Ваш телефон дейсің екіншісіне, үшіншісіне солай. Екіншісінікі name email болады, үшіншісінікі phone болады. Еще бәрінің тек типтері болады, класстың алдына жазып қой барлығына. То есть input'ты бірінші input'қа жазшы. То есть былай істейсің. Үшеуіне де input'тан кейін не қылшы? Бірінші input'тан кейін басшы нені? Сол курсорды. Осы жерге ма? Сәл алдына, бір қадам алдына. Олай ма? Потом Ctrl-ды басып тұрып, екіншісінің дәл соң астына бас. Ctrl-ды басып тұрып. Тағы бас, үшіншісіне. Пробен бас. Тип деп жаз. Тип деп ағылшынша. Ағылшынша? Type ба? Type, я. Тең деп қой болды. Потом текст дейсал. Текст? Иә. Енді жақсы екен ғой. Екіншісі текст болмайды, екіншісі email болады. Email. Үшіншісі tell болады. T-E-L. Бір ғана L. Телефон ба? Бұлар типтері сондай тұрақты типтер да. Email сияқты көрініп тұрады сондай. И все. Потом төртінші input тағы создавать ет. Так. Ctrl-Shift-D. Бағана былай ма да? Оның типі submit болды, оның типі. Басылу керек, submit. Әлде оставьте заявку болады. Бұл бір input емес, бұл бір submit болды классы.
Over. Submit. Now assertive заявка болады. Иә. Жоқ. Жоқ, оның placeholder деген атрибуты болмайды, алып тастай саласың. Ал? Placeholder алып тастай сал вообще. Кнопкада placeholder болмайды. Value деген болады. Болды. Иә, есіме түсті. Ой. Осы жерге жазамын. Name. Вообще керек емес, алып тастай сал. Керек емес па? Все. Ctrl-S. Енді классын өзгертеміз мына жақта. Осының бәрін дұрыстап шығу керек, CSS-ті өзгертейін ба енді? Иә. Так. Мына жерге түсіреміз де класс вебер input. Так. Оған бірінші несін берейін ба? Background деп height пен width берейін ба? Иә. Потом border'ын бересің. Text align center. Төрт жүз он алтыда 46 дейді. Так. Width 416 px. Height 46 px. Енді background тура аналар сияқты ғой цвет, иә? Backgroundқа намкін қоя саламын. Жоқ, background бермей-ақ қой. Бермей-ақ қойын ба? Background ақ өзі автоматически болады. Ақ қой жерде background, по-моему. Онда border беремін ба? Border дейсің, иә. Border. Қанша пиксель екенін көріп ал, цветін көріп ал, жақындатып тұрып. Цветі, так. Цветі. И не бар, иә, мынандай бүйтіп қалған. Border radius ба? Border radius бар. Ол қанша пиксель екенін есептеп ал. Екі. 3 пиксель примерно, иә? 2 ма? Давай 2 болса 2 болсын. Так. Аған 2 дей берейін ба наған? 2 дей бер, давай. 2 пиксель. Solid. Border radius. Border radius 2 пиксель. Так. Мынандай болды. Енді центр margin 0 авто деймін ба? Margin 0 авто деп көр, иә. Бірақ ол істемейді қазір сенде. Неге? Өйткені қазір түсіндірем. Өйткені өзі watching элемент деген бар, сосын inline элемент деген бар. Watching элемент оларды margin 0 автомен жылыта аласың, қимылдата аласың, ал watching, то есть inline элементтерді олай қимылдата алмайсың. Сол үшін осы инпуттар inline элементке жатады өзі табиғатымен. Оны display block деп жасау керек. Display block деген астына жазасың, и все. Жоқ, ол тұра береді, ол margin 0 авто. Сол margin 0 автомен ортаға теңестіресің, бірақ display block деген астына жазасың да. Яғни watching элемент қылам дейсің. Болды, түсінікті. Енді margin топпен арасындағы нелесін, арасындағы нелерді аша бер. Не бар ма? Margin топ 7.
Енді ана тексттарды оңкен істей саламын тексттарды. Хорошо. Оставить заявку деген істейік. Так. Оставить заявку. Так, оның классы выбор submit. Так. Класс. Выбор submit. Оғанда бірінші width, height и border, background беремін оғана. Бұның background көріп тұрсың ба? Gradient. Анау төбесіндегі дейді ғой, ана шапкада. Соның кодын аласа ол, иә? 314-те 44. 314-те 44. Так. Background деймізді. Так. Енді margin берем. Ой. Margin 0 авто істемей ма да? Тура жаңағыдай бұл бағанағыдай болды. Display блок дейміз. Так. Display блокты сен B2-ке жазып жүрдің ба, не істедің? Ой, мынаған жазылып кетіпті. Бәсе, не істемейді деп қойдым. Таняға жазып ғой. Байқау керек екен ғой. Так, бүйтеміз. Енді margin top түсіремін. 16 и мынандай несі бар. Примерно 3 қой. 15 дейсі ау, анан margin top 15 дейсі ау. Сен басқа жаққа жазып алсаң қазір. Қара, margin top 15 пиксель деген соң ше, margin автоны одан кейін жазып қойсаң, ана margin top деген вообще реагировать етпей қалады соған ше кодың. Түсіндің ба? Сол үшін бірінші margin 0 автоны жазып ортаға тақап аласың, потом барып margin басқа margin жаза бересің. Енді border radius. Border radiusқа 3 дейсің. 3 пикс. Бұл керек. Болды, түсінікті. Текстерді кесесің. Жанында сұрды көріп тұрсың ба, не екен? Сері бір нәрсе көріп тұрсың ба? Иә. Ол неге ол? Білмедім. Input sublime, то есть input submitте автоматически border тұрады. Так что border none деу керексің сен. Мияқта жоқ па ондай. Border none деуім керек па нерге? Яғни border болмайды деген сөз. Ол всегда сонда по умолчанию болып кетеді ме сонда? По умолчанию солай тұрады. Border белый болып тұрады. Болды. Бірақ енді қара, үстін басып көрші, оставьте заявку дегенде. Бассаң көк боялып тұрма үсті? Иә. Оны да алып тастау керек. Outline none деп жазасың. Қалай? Outline none. Outline none ба? None. Бұл сонда басқан кезде алып тастай ма? Саққан дейді, алып тастайды. Басқан кезде көк болып тұрма жанында. Мен бұл мына жерге
не жазып қоя салшы былай. Комментарий. Жазып қоя. 2 рет істесең болды ғой. Не алып ашып жауып қояқ қой. 2 слэш қойсаң болды. 2 слэш? Жоқ, ондай болмас екен, давай, жаңағыдай жазасың. Былай ғой. Так, не деп жазсам екен? Синий көк линияны алып тастау десе. Синий линияны алып тастау. Басқан кезде дейсің. Так, болды тогда. Қалған тексттер сезілем ғой кейін. Все түсінікті ғой, не қиындық көрдің сонда бұзан істегенде? Мен бұны, сіз не істегенде, дифпен істемедім да, мен бұны, в общем, немен істедім, форум дегенмен істедім да. Наған андай не бар ғой, сол бағанағыдай, аналарға инпуттан бердім, наған текст ария деп бердім наған, біріншісі. Не үшін? Аны видеоуроктардан көріп форманы осылай істелінеді ғой. Содан кейін мен ойладым мына жерде, сол текст ариямен шығар деп. Жоқ, текст ария деген ол да инпут сияқты нәрсе ғой, просто үлкен тексттер жазатын нәрсе да ол жер. Түсінсің ба? Үлкен тексттер, мысалы сен ВКонтактеде сообщение жазатын жерің, ол текст ария болуы мүмкін. Хотя ол да текст ария емес, ол да бір div па бір нәрсе. Мен сөйтіп істедім да, одан кейін әрқайсысын өзгертіп көремін деп, былай короче, бөлшет болып кетті соны. Кейін сұраймын деп, өшіріп тастадым. Төмен себір, басқа қандай сұрағың бар тағы да осыған байланысты? Басқа сұрақ жоқ, басқа. Түсінікті? Все, түсінікті болса. Онда Bootstrap'ты оқыдың ба, бастадың ба? Bootstrap'ты оқыдым. Мен түсінген бойынша ол CSS-дің фреймворкі, Bootstrap. Bootstrap ол не үшін керек па? Мысалы сайттардың любой гаджеттерді ашылу үшін жасалатын нәрсе и верстканы тездету үшін арналған нәрсе не ғой? Программа ғой, Иә. Видеоуроктарын көрдің ба? Видеоуроктардың бас жағын 4 уроктай көрдім. Нелерін row деп нелерін береді ғой? Колонналарын береді ғой? Иә. Соларын көрдім, бірақ әлде что-то онша түсінікті емес олар. Түсінікті. Хорошо. Так. Жалпы онда не істеп көрейік онда? Қазір пример көрсетіп, қалай болады пример көрсетсем саған. Сол примермен бір түсіндіріп жүріңізші сол кезде, в общем, кішкене не үшін керек екен сонда жақсылап түсінікті болады да. Мысалы сол нені, сол ашин CSS-ті жазуға болмай ма? Қайсыны? Оған именно сол Bootstrap'ның скриптін подключать ету керек қой сонда, андай нелер әр гаджетті әр түрлі ашылу үшін, Жоқ, құр CSS-пен жазуға болады. Бола ма? Иә, просто Bootstrap'ның өзі құр CSS қой. Просто уже уақытта готовый решениелер көп та, ол жерде барлық сен проблемаға шешетін нәрселер жасап тастаған, так что соны алып пайдалана берсек болады. Бірақ не обязательно, что Bootstrap'пен. Мысалы бізде кейбір заказчиктер айтады, Bootstrap көп загрузка болады ода, көп нагрузка түсіреді вебке, веб-браузерге, так что без Bootstrap'а жасайсыңдар ма деп. Біз без Bootstrap жасап береміз. Таза CSS кодпен. Бірақ ол жерде по-любому Bootstrap'ның элементтер болады, бірақ қалған керек емес нәрселер, мысалы Bootstrap'ның өзінде мысалы қанша нәрсе бар қолданылмайтын біз үшін. Мысалы біз өмірімізде қолданбайтын мысалы. Так что олардың бәрін құрту керек или алып тастау керек. Так, жарайды, келесі онда Bootstrap'қа көшейік онда. Сен обычный верстканы түсіндің ғой, жалпы не қалай болады жұмыс жасайды, Так, сенің сайтыңды алыстатшы проценттен масштабын. Ана ошибканы көрдің ба? Сол неге ошибка? Сол контейнер салмағасын контейнерге. Контейнер бердім оғанда? Оң жағын басып көретші. Бірақ мен 3 блокқа общий контейнер бердім ғой? Error 1, error 2 деген. Ошибка деген ба? Төмен түсе бер. Анау сыртқа шығып кеткендерді кодын көрейік та, солардың. Таңдау деген элемент, инструментпен таңдау. Басасын да, ана нені басасын, соларды басасын. Так, енді error 1-ді басшы. Үстін, error 1-дің үстін. Кодын. Жақта HTML кодта тұр ғой. HTML, бастың. Контейнер қай жерде бұның? Үстінде родительский контейнер. Мәні? Контейнер базар жоқ тұр екен. Бірақ контейнердің ішінде тұрған жоқ қой error дегендер.
Оларға бөлек контейнер или контейнер ішіне тығып жүру керексің. Болды, түсіндім ошибканы. Түсіндің ғой, соның бәрін дұрыстап негізі. Ал екінші блоктан таза ма, екінші блок? Екінші блок, екінші блок. Міне екінші. Все. Уже мынау сен B3-ті ашасың ба? B3-ті ашқан кезде автоматически контейнер ашасың B3-тің ішіне. Потом уже контейнер ішіне кодын жаза бересің. 4 типичный ошибки, анау деген соның бәрін жаза бересің. Сол кезде ешқандай ауыспайды. Енді қазір істейміз. Енді Bootstrap не алғанбыз? Қазір оқыған үйренгендердің бәрі негізі Bootstrap'та әрине пайдасы бар, бірақ көбінесе қолданбайтын нәрселер. Мысалы, қазір біз кнопкаларға, инпуттарға не беріп жатырмыз ғой? Размер беріп жатырмыз ғой. Енді размерлердің барлығын адаптивный болу үшін, резиновый болу үшін процентпен беретін боламыз. Яғни, мысалы, width уже 140 пиксель емес, уже width 80%. Width 60% деп процентпен беретін боламыз. 30-тарта процентпен беретін боламыз. Жалпы. Көбісі негізі процентпен жүретін болады. Мысалы, height де, мысалы, вообще мүлде бермейтін боламыз. Сол себепті солардың бәрін сонда нюанстар бар. Қазір қызық болады. Мен экран мүмкін өшіре салайын ба? Иә, өшіре сол. Өшіре сол. Мені көріп тұрсың ба экранымда? Иә, қосылды. Қазір. Так. Енді Bootstrap'ның сайтын білесің ба? Бағана мен Get Bootstrap дегеннен качать ететін английский сайты бар ғой? Так, Bootstrap 3 самый популярный фреймворк для разработки адаптивных и мобильных веб-проектов. Предназначен для всех дейді. Короче, жарайды, осы анау. Мына жерде CSS деген жақсы раздел бар. Осы жерде біраз нәрсені оқысаң, сен түсінесің. Bootstrap 4 қолданбаймыз ба? Bootstrap 3 керек па? Bootstrap 4 қолданылғанда Bootstrap 4 шыққан жоқ қой. Бағана мен неден Get Bootstrap деген английский сайт бар екен да? Соған кірдім да, Bootstrap 4 деп тұр екен, download деп, соны качать етіп жүрдім. Bootstrap 4 шыққан, бірақ не ғой, ол, по-моему, неден өтпеген әлі. Полный не жоқ. Понятно. Андай. Мен анау тұр ғой, Get Bootstrap деген. Вот, сояқтан качать етіп жүрдім ғой, екінші тұр. Ол жерде андай ғой, демо версия сияқты, бета версиясы тұрған шығар. Типа реклама жасау. Мүмкін сондай шығар. Жарайды, ол қызық емес, не важно, Bootstrap 3-ті пайдаланамыз, Bootstrap 4-ті пайдаланамыз. Главное, адаптивный сайт жасасақ болды емес пе? Оның разницасы менің ойымша жоқ сияқты Bootstrap 4-пен. Так, Bootstrap tele3.ru деген сайтқа кіріп, осы жерден қарасаң болады, жақсы біраз нәрселер бар. Жалпы қазір Bootstrap'пен қалай нәрсе жасауға болады? Bootstrap'пен жасалған сайттар бізде қандай сайттар бар? Мысалы, ең бірінші сайтты көрейік. Сушидің сайты мынау. Бұл да лендинг пейдж типа одностраничный сайт. Бірақ бұда жаңағы суши, то есть курс английского языкадан айырмашылығы бұл жерде не бар? Бізде Bootstrap'пен адаптивный жасалған. Бұл жерде негізі кодын қарайтын болсақ, бұл жерде Bootstrap қосылмаған, өкінішке орай. Бұл жаңа таза CSS-пен жазылған, бірақ Bootstrap'тың технологиясы арқылы. Дәл солай. Сондай әдіс арқылы жасалған.
көретін болсақ, мына жерде Bootstrap'ның қосылған несі жоқ, подключениесі жоқ. Жалпы Bootstrap'ты білесің ғой, қанша файл бар Bootstrap'та қосу керек? Bootstrap'та CSS-ке қосылатыны бар. Тағы несі? jQuery керек болған. Так, Bootstrap'ның өзі CSS-ін қана пайдаланып қолдансын болады. Және оның анимацияларын, қандай да бір жұмыстарын JavaScript керек әрине. Яғни Bootstrap'тың CSS файлы бар және JavaScript файлы бар. Екеуін қосу керек. JavaScript үшін jQuery деген библиотека қажет JavaScript'тың. Так что jQuery, то есть jQuery керек, и Bootstrap'ның JS, и Bootstrap'ның CSS керек. Негізі ондай кейбір элементтерді JS-сіз-ақ жасауға болады, Bootstrap CSS-ті ғана қосып. Бірақ по-любому JavaScript негізі түбінде қолдануға тура келгендіктен соны бәрібір басында қосатын боламыз. Енді қазір Bootstrap жасап көрейік. Bootstrap'тан андай сайттар шығады. Мысалы, біздің бір English қандай сайтымыз. Осы сайтымыз мысалы осының адаптивностін тексеріп көрейік қазір. Көріп тұрсың ғой, мынандай значок бар. Басқан кезде IO телефонмен ашылған көреміз. Мысалы, 360 деген сөз ол ширинасы. 403 ол биіктігі. Биіктігіне асана мән бермей қойсам болады. Әр сотка әртүрлі, біреу ұзын сотка, біреу қысқа сотка, біреу квадрат деген сияқты. Ал ені ол көбінесе осыған мән береміз. Мысалы, менің сотовым Xiaomi деген сотканы жаңадан шыққан, білесің бе? Китайская марка. Менікі сондай, Xiaomi 4, Redmi 4X деген. Оның ширинасы 360 пиксель. Яғни мен 360 пиксельмен ашам сайтты. Мысалы, iPhone 4 барда, 4 S-терде, мысалы, оларда 320. Оларда 320 бой ашады олар. Мысалы, біреулеркі, мысалы, 420 деген сияқты ғой, сол сияқты. Негізі асының, мысалы, iPhone 5S-терде 375. Сол сияқты. Мысалы, мен 360 болса, мен өзімнің сотыммен қарап жасағандықтан мен осылай жасаймын. Мысалы, осылай ашады. Телефонда осылай ашылсам, текстер оқылмайды, суреттер көрінбейді. Кнопкаларды баса алмайсың, ыңғайсыз. Мына кнопканы қалай басасың, мысалы. Сол себепті адаптивный сайт деген ұғым шыққан. Ол адаптивный сайт мынандай бар. Мысалы, бұны адаптивность көрейік. Көріп атсың ба? Яғни, уже мен сотвейді еш ашып аттым, 360-та. Ал негізі бай ашып аттым негізі. Негізі бай ашып аттым негізі, без мобильной адаптации сайт осылай ашып аттым, ал с мобильной адаптацией осылай ашып аттым. Осылай. Так что осыны қалай жасау керек үйренеміз. Байқадың ба қара? түсіндім. Мысалы қара, сушиде деген не тұр? Логотип тұр, мынақта номер тұр, мынақта кнопка тұр. Көрдің ба? Сделать заказ деген. Потом title тұр, яғни заголовок сайттың. Астында иконкалар тұр сөздермен. Ал бірақ мобильный қылған кезде уже логотип бірінші шығып кетті да, одан кейін номер, одан кейін барып сделать заказ деген кнопка шығып кетті. Сосын барып title шықты, одан кейін 4 иконка осындай әдемі түрінде шығады. Одан кейін текстер сайт кете берді аралай. Біздің мақсат бірінші блоктың хотя бы бірінші науысын үйрену. Үш нәрсені қалай қою керегін. Так, жарайды. Ол үшін оны мен істеймін. Ол үшін ең бірінші не ашам? Папка ашам.
Ол жерде Sushi Day деген папка болады. Sushi Day деген менде папка бар, сол үшін Sushi Day 2 деп аша салайын, Sushi Day 2. Так, Sushi Day 2-ға маған Bootstrap'тың заттар керек. Так. Мен папка ашқаннан кейін обязательно сайтты ашу үшін мынаны перезапустить етуім керек. Міне мынандай нәрселер бар. Так, керек емес нәрселер құртайын қазір. Thank you pop-up PHP керек емес бізге әзірше. Image'тен алар керек емес. Потом JS-тен так, мыналар керек, мынау керек емес. Fonts'тан мыналар керек емес. Потом CSS-тен мынау керек. Көрдің бе? Менде CSS-те не бар? Style CSS деген CSS файлым бар. Bootstrap CSS осы Bootstrap фреймворк үшін. Және Fonts-та пустой әлі әзірше. Image-те әлі пустой. И JS файлымда тек Bootstrap'ın JS және jQuery-дің 2.1.4 версиясы тұр. Index.php. Но min деген сөз, егер обычный 2.1.4 JS болса, ол обычный JS jQuery библиотека. Ал егер min деген нәрсе болатын болса, ол минимализацияланған, яғни қысқартылған сжатый JS jQuery несі болып саналады, файл болып саналады. Ол сжатыйды қалай түсінесің айтайын ба? Бәрі кодтар бір-біріне жабысып қалады. Пустая строка, бос орындар көп болмайды. Вообще жоқ болады почти. Жарайды. Одан кейін енді маған не керек? Маған суреттерді қойып алсам, Стой, стоп. Все. Fonts бар, менде суреттер бар. И CSS нәрселерім бар. Так. Маған енді не керек айтайын ба? Маған ашу керек. Потом мына кодтарын мен өшіріп шыққым керек. Ішіндегі мусор кодтарды.
Все. Қара. Мына екі нәрсе, екі метатек, бұл екі метатек неге керек болады? Біздің Bootstrapқа қажет болады. Егер Bootstrapты оқыған болсаң, осыны қосу керегін білесің, метатекті. Потом title білесің, навар білесің. Favicon деген уже менде Favicon бар. Image деген папканың ішінде. Images деген папканың ішінде, то есть. Ол қазір Favicon қайта менде. Так, Favicon. Дом PNG ма менде, Favicon? Favicon PNG деп тұрады. Favicon PNG, жарайды, көресек. Менде ешнәрсе жоқ қазір. То есть HTML кодта бәрі не? CSS код тазартып алайын. Немен басасың болады? Бірінші div деп нелерін берейік та бірінші. Нелерін? Сайтты бір ашасыз ба? Қазір. Дом PNG-ді бере салып мына жерге. Көрдің ғой, Түсіндім. Так, жарайды, ол не емес. Мәселе бізде неде ғой? Сайтты көре аласың ба, қазір көрейші. Сайтты көру үшін саған сушиде .kz-ге кіріп көру керек. Ол бар ма біз? Сушиде кз симметрия, жарайды. Так, жарайды онда. Дизайн саған жүру керек почтаға, осыны жасап үйрену үшін. Соны қарап үйренесің. Былай істейміз қазір, мен саған көрсетемін. Міне, ең бірінші тура бұрынғыдай код технологиясы. Суши болғанда S деп атайды, S1 деп блок ашамыз. Түсінікті ғой, иә? Уже контейнер ашам. Түсінікті ғой, И потом көрем, не бар екен. Өзінің ішін жазып жібересің бір өтіріктен. Тест деген сөз жазасың. Иә. Түсіндім. Қалай болды менде? Яғни S1 деген нәрсе бар. И S1 контейнерін көріп тұрсың ба? With 1170 пиксель. Яғни бұл жерде уже Bootstrap CSS көріп тұрсың ғой, ана жерде. Демек Bootstrap'тың 1602 қатарында осындай код жазылған.
контейнер 1170 болады, контейнер 970 болады, контейнер 750 болады. Әрқайсысы өзінің сәйкес уақытында болады. Яғни сәйкес размерінде болады. Өзі Bootstrap'та 4 типке бөледі устройстволарды. Large, middle, small и extra small ма? Иә. Яғни LG, MD, SM, XS. Ең үлкені LG кезінде, мына жерде жазып тұр, LG кезінде 1170 пиксель болады. Қазір менің ноутбугымда LG болып тұр. Одан кейін MD кезінде 970 пиксель болады, контейнердің өзі. Потом SM кезінде 750 пиксель болады. Ал одан кейін XS кезінде уже 100%, яғни ешқандай ограничение жоқ. Созылып тұра береді. Негізінде табиғатында дифтер өзі 100% болып саналады. Яғни оның ешқандай ограничениесі болмайды. Біз егер оны размерін кішіреткіміз келсе, қолмен кішіретеміз, код жазып. Енді қарайық. Контейнер, жалпы контейнер осылай. Жаңағы CSS деген bootstrap-3.ru-дың сайтына кіріп, CSS-ті қарап, ішінде таблицалар бар, қай нәрсе қай кезде қалай болатын. Жалпы енді S1-ге не берейік, бэкграунд берейік, тез. Image ішінде суретті қандай мен ең бірінші суретім. Сушидің суреті. Фон 1.png. Е? Потом Vicims. Бұның 1920. Негізі көбіне сайттардың бәріне дизайнерлер, профессионал дизайнерлер ширинасы 1920 пиксель қылып жазып береді. Биіктігі 561 пиксель, height 561 пиксель деп жазып қоямыз. Кейін бұны алып тастай саламыз. Бұл керек емес негізі. Бұл жай ғана бір көріп алу үшін да қазір сайтымыздың қалай болады. Түсінікті ғой, түсінікті. Енді маған не жасау керек? Маған номер жазу керек, потом сушиде деген логотип қою керек, ортасына и кнопка жасау керек. Ол үшін мен 3-ке бөлем. Шаке. Қосылды. Ертең кет, ертең айтам, Все. Иә. Так. Ең бірінші роуды ашасың. Роу деген не екен білесің ба? Не ғой, React. Иә. Яғни мен осы React'ымды, осы қатарымды 3-ке бөлем. Бір, мына жерде номер тұрады, логотип тұрады, сушидейдің, и потом не тұрады, кнопка тұрады. Түсінікті ғой, иә? Так, қазір оны 3-ке бөлу үшін, яғни колонкалар саны 12 болады бір қатарда, Bootstrap'та. По умолчанию. Демек, 12-ні мен 3-ке бөлу үшін 4-4-тен берем. Түсінесің бе оны? Мысалы, менде қазір LG кезіне мен 4-4-тен берем. Негізі 12 олар, иә? Негізі 12 болады жалпы. Қарайық. Енді мен осы жерге call LG-ға не жазам? Div жазам. Div тим, потом номер жазам. То есть, S1-дің номер. Осыған номер жазып қоям.
код +7 жазып копировать етілмей ма? Ссылка қылып тастапты мынаны. Не. И потом астына спаммен жаза салдым былай. Заказы принимаются до 00:00. Так. Мен көрем. Түсініп ба? Жаңағы кодын ала салып 28 пиксель, Echo 2, cover мынандай, font style italic, line height түсінесің ба? Line height араларында не емес па? Иә. Линия араларындағы высота ма? Так, иә. Потом text align left, text decoration none. Text decoration none керек емес, по идее, ссылка емес бізде. И потом неғылайық, енді shift қосып көрейік. Shift қосу үшін бізге Echo 2 деген керек. Енді спамға ашайық. Спамға мысалы дисплей болып беруіміз керек. Өйткені дисплей болып берсек қана ол inline элемент болып саналмайды, астына түсіп кетеді. Түсінікті ғой, иә? Одан кейін спамның өзінің тексттері бар, нелері бар. Мынандай. Спам 14 пиксель, line height мынандай. Түсінікті ғой, Егер кодты былай жазсақ, спамда берсек, ол бүкіл спамға тиесілі болады. Ал маған бүкіл спамға керек емес. S1 номер, иә, соның спамына ғана керек. Все. Так, сәл төмен сүрем. Жалпы бәрін бірдей төмен сүру үшін маған S1-ге паддинг бересің болады. Менің жағдайымда паддинг бермеген екен аяқта. Photoshop'та ашқым келіп тұрған жоқ менде. Компьютерім өзі қатып жатыр, сол себепті. На глаз сисаңыз. Иә. S1. То есть S1 керек емес. Паддинг топ 60 пиксель. S1 номер кетті. Дұрыс қой,
Енді логотип қоямыз. Логотиптен сурет ашин ғана, ол қиын емес. Оны қою үшін келесі деңгей, яғни келесі 4-ші неге өтеміз, яғни мынандай. Ол да div call lg 4 болады. Оның ішінде image тек болады. Image тек лого пенжі болатынша даже. S1 логотип дей салайын. Лого дей салайын даже. Классын. Онка images ішіндегі суреттің аты қандай қазір? Лого пенжі көрдің ғой, Несі болсын көрейік. Түсінатсың ба? Түсінемін. Мынау Color 4, мынау Color 4. Мынау ортада тұрған жоқ, көрдің ба? Мынау шетте тұр, бұл шетте тұрады дұрыс редакта нормально. Ал мынау ортада тұру керек. Значит, ортасындағыны ортаға тақау керек. Ортаға тақау үшін оны margin өләфті берем. Бірақ ортаға тақалғаннан кейін не? Бізде не болмайды. Ол ортаға тақылмайды, өйткені ол inline емес та. Display болып береміз. Енді ортаға тақалды, көрдің ба? Потом келесі кнопка сделать заказ деген кнопка. Ол меқа тақалып тұрды сол жаққа. Ол да келесі Color 4 салынады. Div S1 сделать салайын, Так. Бұған өз береміз. Коды дайын тұр, мен ала салайын былай. Саған ондай кеңес бермеймін алуға, сен түсінбей қалуы мүмкін да. Өзім түсініп істеймін. Қара, ширина высота түсінесің ғой, Margin өләфті ортаға қою үшін, margin топ сәл астына түсіру үшін. Менің жағдайымда margin топ керек емес негізі. Өйткені мен padding топ бере сағам уже. Текстті ортаға тақау үшін, background сары қылу үшін, border нон атыстау үшін, outline нон болмау үшін, outline нон ол керек емес негізі. Border нон да керек емес. И border радиус 15 пиксель, font size 22 пиксель, но шрифті. Шрифт беріп қойсайық қой. Так. Echo 2 bold италик дейді. Все, сонда шрифт бар екен. Потом color түсі, font style деген білесің бе не екен? Не ғой, курсив қой. Font weight boldшы. Жирный. Line height. Line height сол линия арасындағы несі. Cursor pointer. Оны білмеймін. Float rightшы. Float right сол оңға қарай тақайды. Cursor pointer қа түсіндірім. Бізге мал керекін ойпақшы. Апарсақ мышканы көрдің ба? Ашын құра мышкы ма? Апарсақ күнді көрдің ба? Андай болды. Cursor pointer сол үшін. Все. Сынықты ғой, Енді қара. Бұл жасадық біз базар жоқ. Енді бұлай түскен кезде қара. Шашырақ кеде ма?
шашыраған кезде шашырамау керек қой сол қазір. То есть не қара. Яра. Мысалы 1172 пиксельде 1200-ден жоғары болсаң, ол бізде LG болып саналады. LG кезде нормально, LG4, LG4 деп. Ал уже сәл 1200-ден төмен түскеннен кейін мына 1200-ге қара, 1200 қояйық маған. То есть 1200 1200 дұрыс па? 100 пайыз қояйық маған. 1200 қылдық, но нормально. 1200 емес 1199 болса, уже мынандай болды. Яғни түсіп кетті. Мынау полный бір қатар алып кетті, мынау полный бір қатар алып кетті. Яғни кол М, уже М-ді кез 1200-ден төмен болған кезде, оны түсінесің бе? Алло. М-ді қай кезде М-ді, қай кезде LG болды, түсінесің бе? Иә, оны түсінемін, анау сол бағана 1200 бір өзінің несі бар, ана размер либо тең, содан үлкен деген сияқты бағана. 1200-ден жоғары болса ол LG, 1200-ден төмен болса, 1200 бен 992-нің арасында болса ол MD, 992 мен 768 ортасында болса SM, 768-ден төмен болса XS. Демек, мына жерде қазір біз MD-де тұрмыз. MD-да бізге ешқандай ондай біз не правила қойған жоқпыз, MD-да осындай болды деп. Так что ол түсінбей қалды. Яғни ол полный алып кетті. Біз сол үшін MD-ға да қойсақ болады. Яғни мына Call LG4-тің жанына плюс MD деп жазамыз ба? Call MD кезде 4-4-те бөлінді деп отыр. Анау XS деп те қосуға болады иә оның қасына? Иә. Қазір уже MD кезде нормально тұр, көрдің ба? Яғни MD 992 ма? 992 үшін нормально тұрады. Міне, 992-ні төмен түсем, сразу ойла қайттан не қылып қалды. Бір қатар болып кетті. Яғни мынау полный бір қатар алып кетті, тағы да жаңағыдай. Көрдің ғой, мына Call LG4 деген. Полный бір қатар алып кетті. Міне. Анау келесі ол келесі полный, анау полный қатар алып кетті. Үшіншісі полный қатар алып кетті. Сол себепті ондай нәрсе болмау үшін жаңағыдай тағы да не істеу керек. Енді бізге кішіткен кезде уже логотип жоғары шығып кету керек. И потом не алу керек. Мысалы, мынандай нәрсе бар. Медиа деген нәрсе бар. Естіпедің медиа деген нәрсені? Жоқ. Max Waze, мысалы, не болса? Біздің кезде 992 пиксель болсын. Мысалы, мысалы 992 тұрсын, 100% қойық, обновление жасайық. Көрдің ғой, бәрі дұрыс мына жерде қазір. Сәл төмен түсірем, кнопкам кішірейіп қалды, көрдің ба? Мына жерде медианың коды орындалып отыр, мыналар өшіп қалды. Көріп отырсың ба? Мына жерде фонт сайзы 22 пиксель, With height дегендердің бәрін орнына орындалды. Яғни мен кішірейіп тастадым. Демек мен орды седат алам. Яғни былай істей алам. Мыналардың жанына Call SM үшіншісі Call SM4 дей алам. Яғни 992-ден төмен болса SM болады. SM кезде уже бір қатарға шығара аламын тағы да.
бірақ байқасаң қара, кол, екінші колымыз мынандай ғана болып тұрады да, бірақ логотип ішіндегі үлкейіп кетті. Ол үшін логотипті мен алып тастауым керек. То есть логотипті 100% қылып, тек қана сол размерде ғана көрсетуім керек. Ол үшін with 100% деп берем. Түсін ғой, сонда мынау кол мынандай, ішінде 100% болып тұр. Оның бәрі медиаға береміз, өйткені медиада ғана 100% болады бұл. Яғни 992-ден төмен болған кезде ғана сондай болады. Мынаны кішірейту керек аналардың бәрін. Хотя бұл нормально тұрған сияқты. Бұл 768 дейін сондай болады. 768 нормально болып тұрады осылай. Соткадан осылай ашып, то есть планшеттерден осылай ашылатын болады. Нормально вроде, иә? Енді 767 кезінде мынандай болады. Өйткені қайттан полный алды. Полный, логотип полный ағын 100% оның ширинасы. Өзінің родительский элементінен. Осылай тұрып қалады. Какой-то 180 пиксельден осылай тұрып қалады. XS беріміз керек, а? XS деп жазуымыз керек. XS-ті дұрыс жазуымыз керек. XS-ті жазғанда, енді XS-те мысалы мен бүйтіп жазам. Кол уже 4 бөлікке бөлмеймін, кол XS 12 деп берем. Яғни полный 12. И так 12-12-12 алып тұрды, анау ше. Әшейін саған түсінікті болсын жазып жатырмын мен негізі. Яғни осылай істеймін. Потом мынандай нәрсе бар. Номер бар емес па? Номер кол XS 12 керек емес наған. Мен бұны алып тастаймын вообще. Hidden XS деймін. XS кезінде hidden деген қандай? Скрит деген сөз. Не ғой, иә, скрит деп жүреді. Жабу деген сөз. Мен оны айтам, сен XS кезде, яғни сотовый ашылған жерде көрсетілмей ақ қой деймін. Номер жоқ, көрдің ба? Потом мен наға не берем? Атнет with берем, with уже менде не емес, 100% емес, уже 80% болады. Да, 70% нормально. Сәл margin топ берем, тәл түсіру үшін. Margin топ где-то бір 30 пиксель болсын. И потом болсын медиа ретінде жазып қоям. Менде бұл медиа уже 768-ден төмен болған кезде ғана орындалу керек. Уже бөлек медиа бересің ғой, иә? Бұл 768-ден төмен болған кезде орындалу керек. То есть 767-ден төмен болған кезде, 991-ден төмен болған кезде. Так. И мына кнопканы дұрыстауымыз керек. Мына кнопка, бұл бұнда өзі бір 80% болатын шығар. Marginal auto. Float none болады. Float right деген бар ғой бұда ше. Float right болса, ол marginді жұмыс жасамай қалады. Так что не болу керек. Жаңа float none деп отырса, сосын бар marginді іске қосыру керек. Font size мынандай болады, үлкейіп бұрынғыдай. Margin топ сәл астына түсірем. 20 пиксель. Margin топ. Түсінікті ғой, Бұл уже сол сотовый телефондарға арналып істелініп жатыр ғой. Иә. Енді ана номерді сонда соны астына түсетіндей қылып жазуымыз керек па? Иә. Или номер вообще жазбаймыз ба? Номер жазамыз. Номер осы кнопкалардың ортасында тұрады, по-моему. Мынандай болу керек та. Логотип, потом номер, потом кнопка болу керек. Так, енді қарайық.
Бізде андай, енді мен 360-ты баяғы шығады телефонымда. Вроде нормально. Көрдің ба? Бірақ ортасына не салым керек, номер салым керек. Номер салу үшін былай істеймін. Менде мына жерде мына кодым тұр. Мына кодым уже мен вообще XS көрінбейді. Түсінесің ба? Бірақ менде сделать заказбен ортасында, логотип, сделать заказ ортасында мынандай нәрсе бар. Қойып қоя салам тағы да. И потом айтам call XS 12 деймін, яғни call XS кезде полный 12 блокты ал деймін да, және бұны visible XS деймін. Visible XS деген тек XS-те ғана көрінеді деген сөз ғой. Понятно. Сонда XS-қа өткен кезде ғана ол сол екеуінің арасында шығады ғой қазір. Иә. То есть бұл емес бізге ал керек. Түсінікті ғой, түсінікті. Бұны да бұған S1 номер дейміз да, S1 номерге бұған text align center бере саламыз. Потом margin top береміз. Байқадым, тек өзгерткен нәрселерді ғана медиаға салып адым, қалған өзгертпеген нәрселер тұра береді олар. Так, мынаны margin top үлкен болып кетті. Вот пиксель нормальный. Все, примерно осылай жасалады негізі жұмыстар. Мобильный адаптациясы. Арасында планшеттерге бәрін қарау керек дұрыстап. Көрейік қалай жасалатын. Мен былай жасалатын. Адаптациясын көрсең, көрдің ба? Бірінші компьютер ашылады, потом планшеттерге осылай ашады, осылай, и ойла, но телефондар кетті. Телефонда осылай ашады, и все. Шрифтін сәл кішейтуге болады осы кезде. Уже 252 деген соткада болмайды, онда 320 ғой ең кішкентай. Біздің мақсат 320-ға шейін дұрыстап жасау. Мен адамдарға ыңғайлы да басуға, не жасауға, бәрі дұрыс, рахат. Сол, басқа бүгінгі сабақ болса примерно, саған енді жұмысы беріледі. Берілгенде қалай? Қазір суши дейін саған почтаға жіберем, дәл қазір жібере салайын саған. Сен почтаң маған жібердің ба? Иә. WhatsApp-тан неден жібердің? Неден? Skype-та тұр ғой, Skype-та. Skype-тан жібердің, бақшы. Басқа сұрақтарың бар ма? Сұрақ болса сұрай бер. Анау CSS-ға Bootstrap CSS деген файл енгіздіңіз ғой? Иә. Сол мысалы, анау базовый нәрседен бәрі соның ішінде жазылып тұра ма өзі? Иә. Call деген бәрі жазылып тұрады соның ішінде. CSS файлының ішінде. Вот, түсінікті. Басқа бәрі түсінікті негіз? Біз соны сұрайын деген. Иә, солардың бәрін қарап жаңағы. Мен қазір видеороликтардың бір сілтемесін жіберемін саған қазір.
Мен ана видеоны түсіріп алсам ба, бұл видеоның бәрін. Соның видео записывающий жаңағы программа бар. Сол қосылып тұр. Сол программамен сәл что-то компьютер қуып жатыр. Мынау өте жақсы уроктар бар, мынау. Уроки по Bootstrap 3 деген. Анау CSS пен HTML-ді түсірген не ғой? Канал ғой? Сол ғой, сол канал. Бағана осын көрдім ғой мен. Сен бардың ма? Иә, келді. Все. Анау бағана жазған нені жібере аласыз ба одан кейін? Кодтарды ма? Иә, мен соған қарап, тағы бір қарап шығып, қайсы неге отвечать ететінін түсініп, сөйтіп қарап кішкене үйренемін. Так. Менде суши див деген соның дизайны бар ма?
Барды ма? Барған жоқ, қазір енді барып жатыр. Все, қазір. Келді. Так, қазір не жіберем? Так. Почтадан жүресің ба макетті? Почтаны тексере бер. Ашырдым. Мен жерген файлдардың барлығын тек оқу бойынша ғана пайдалан, иә? Ешқандай коммерциялық жолда пайдаланба, бұлардың бәрі негізі клиенттердің заттары. Жоқ, ондайым жоқ. Все тексеріп көрдің ба? Қазір, обновление. Келді. Все, соның ішінде архивтен ашып, разархивировать етіп, қарап, ішіндегі 4 түрлі файл бар, яғни ол LG кезінде қалай болу керек, планшеттерге қалай ашылу керек, телефондарға қалай ашылу керек, соның бәрі тұрады. Сұрақтарың болса, сол бүгін қаншасы, бүгін пятница ма? Ендігі аптаның бірінші күніне дайындалып кел, жарай ма? Бәрін. Саған несі жаңағы қазір ашып көрсетейін. Саған основасын оқу керек, Bootstrap'тың осы уақыттың ішінде. Так, одан кейін осы SushiDay'дің қанша блогын жасайтынын айтамын. Так, SushiDay'дің несі, бірінші блогын жасайсың. Мынау бесплатная доставка суши и роллов по Алмате деген екіншін жасайсың. Потом үшінші блок жасайсың, үшінші блок. Мы используем только свежие деген сияқты. Осы үшінші блок, потом төртінші блок жасайсың. Түсінікті ғой, иә? Осы төртінші блок жасайсың, бұл бесінші блокты уже көрсетеміз, сол сабақты көреміз. Осы 4 блок жасап шық үй жұмысына. И потом Bootstrap'тың несі, основасы оқып келсең, все. Мобильный адаптациясы барлығымен 4 блок жасап шықсаң, жақсы болады. Все, онда. Все, хорошо. Жақсы. Рахмет аға. Все, жақсы. Жақсы, хабарласамыз, да?